Сәлем. Менің бұрын өзіммен күтетін заттарым үлкен еді. Мен мынандай жерде мынандай болмауым керек, былай істеуім керек, мен қателесуіме болмайды. Мен көңілім түскенде жыласам, не күлсем болмайды. Мен әрқашан сабырлы болуым керек деп өзімді ішімнен ұстап отыратын. Бірақ соның қате дегенде ол негізі дұрыс та шығар. Бірақ болмаған, пайдасына қарағанда зиян көп әкелетінін түсіндім. Менің енді қазіргі түсінгенім көп ойланба, классика. Біздің организмде бізден болған заттардың барлығы ал болуға тиіс зат. Көңілің түссе жылап ал, қуансаң күл, бір кезде мүмкін қатты күл. Абайдың бір сөзі бар еді, бірақ ұмытып қалдым, не мағынасын білем, нақтылай айтылғанын ұмытып қалдым. Сол көп бас тартпай өмірді моменттестіру керек деп шештім мен.